Тымауратып, мұрныңыз бітеліп, тамағыңыз ауырып жатса, үй жағдайында қалай тез емделіп кетуге болады? Бүгінгі видеом сол туралы болмақ. Сәлем көрермендерім, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал енді бүгінгі видеомда мен бала шағамды немесе өзіміз ауырған кезде үй жағдайында қалай емдейміз, соны көрсетіп өтетін боламын. Бірінші, шайнекке ыстық су қайнатып аламыз және тазикке өстіп жылы су құйып, үстіне 2-3 қасық тұз салып, 1 қасық пищевой сода салып, кішкене 10 тамшы йод салсаңыздар да болады. Сөйтіп үстіне ыстық су құйып, аяғымызды батырамыз. Және суды еселеп отырамыз. Сәл жылып кетсе, аяқты шығарып, қайтадан ыстық су құйып, сол шымсым суға аяғымызды батырып отырамыз. Бір 15-20 минут аяқты қыздырамыз. Кейін төсекке жатар кезде, осы жатар кезде жасаймыз, және осындай пластырлер болады. Сол пластырлерді табанға жапсыратын болсақ, денедегі бүкіл көптеген енді аурулардың бәрін сорып шығады. Бұндай өнім керек болса, менен алсаңыздар болады, маған хабарласып. Осы аяқты жылы суға салып, осы пластырды жапсыру арқылы қуық ауруы және жөтел, аяқ ауруы, көптеген осындай салқыннан болған ауруларды емдеуге болады. Пайдасы өте жақсы. Және енді екінші әдісіміз, шайнекке жартылай су құйып қайнатасыздар да, қайнаған кезінде өстіп жерге отырып, үстіңізге осындай үлкен сүлгі ма, бір жаңағыдай одеял ма, бір нәрсе жауып, бүркеніп астында отырып, мұрныңыз ауырса мұрныңызбен, тамағыңыз ауырса тамағыңызбен дем аласыз. Аузыңызбен ауаны тартып, ыстық буды мұрныңыздан шығарасыз, сөйтіп біраз уақыт дем алып отырасыз, 15 минуттай. Баламның беті өстіп қызарды, қызарғанша отырды. Енді жатқызып, мұрнын тазалап, ішіне қызылмайды жылытып, жылы күйінде өстіп мұрнына тамызасыздар, екі мұрнына да. Ана бір 10 минуттай солай жату керек. Ана не жағына дейін өту керек, түп жағына дейін. Осылай гаймориттен, жаңағы мұрын бітелуінен, көптеген аурудан құтылсаңыздар болады. Осы әдісті күніге 3 рет жасайсыздар. Бір күнде 3 рет. Жаңағы табанды да қойсаңыздар болады ыстық суға, аяқты салып. Мұрынды осылай 3 мезгіл қызылмайды тек жылытып қана тамызасыздар. Салқын күйінде тамызуға болмайды. Жылы болған сайын ол мұрынның ішіндегі қуысындағы ісіктерді кетіреді және мұрныңыздағы суықты алып түседі. Тағы бір әдіс, үйіңізде егерде ванна болатын болса, ваннаға ыстық су толтырып, ішіне 1 пачка тұз салып, үйдегі ас тұзын немесе теңіз тұздары болады. Дүкендерде, аптекаларда сондай теңіз тұздарын салып, суға түссеңіздер, ол да сіздің тезірек жазылуыңызға өз әсерін тигізеді. Қымбатты көрермендерім, келесі видеода мен өз отбасыма қандай табиғи шөптер, табиғи өнімдер қолданып өзіміз емделеміз, сол туралы келесі видеоны түсіретін болам. Былтыр гайморитті қалай үй жағдайында емдеуге болатыны туралы видео салғам, және сол видеоны көрген оқырмандарым менің тағы да денсаулыққа байланысты видеолар салуымды өтініпті. Сол себепті осы видеоны түсіріп отырмын, және алдыңғы уақытта да өз отбасымды қандай табиғи өнімдермен, табиғи шөптермен емделіп жүргеніміз жайлы видео түсірмекпін. Сондай видеоларды жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп алыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.